Барыс командасының биылғы маусымы жайлы талқылайтын боламыз. Енді жанкүйерлердің тарапынан көптеген наразылықтар болған, ол барлығымызға белгілі ғой негізі. Қандай бапкер болмасын, кеш келсін, кеш келмесін, негізі ол өзінен байланысты болады. Сенің ұстанымың сонда ойыншылар мүлдем кінәлі емес, басшылығы кінәлі емес, тек қана бапкер кінәлі. Шестаков туралы айтатын болсақ, оған кішкене тәжірибе жетіспейді. Галимов негізінен потенциалы мықты, Барысқа жақсы не береді, прогресс бере алатын ойыншылардың бірі деп ойлаймын өз басым. Енді осы легионерлер келгеннен кейін біздің қазақстандық шабуылшылардың көбісі 3-ші, 4-ші бестікке түсіп қалды. Негізі осы бапкердің легионерлерді бірінші, екінші бестікке қойған бір жағынан жақсы. Ассалаумағалейкум армысыздар, шайбалы хоккейдің жанкүйерлері. Бүгін бізде жаңа шығарылым, жаңа бағдарлама Спорт Пульс хоккей арнасында Барыс командасының биылғы маусымы жайлы талқылайтын боламыз. Жалпы айта кетейік, енді биыл Спорт Пульс порталы Барыс командасымен ақпараттық серіктестікке отырды. Сондықтан да біз әрдайым осылай Барыстың әр ойыны сайын жалпы тек қана Барыс емес, Снежный Барсы, қыздар командасы Томирис, Номад командасы болсын, барлығының ойындарын талқылап сіздерге бір қызықты ақпараттар жеткізіп отыруға тырысамыз. Енді олай болса өзімізді таныстырайық. Бізде жаңа құрам, бірден шетінен бастап таныстыра берейін ба? Айдай, Арлан және Медина. Әрқайсысына тоқтала кетейік. Айдай, сен қанша уақыт болды Барыстың жанкүйерісің? Жалпы мен 2019 жылдан бастап Барыс Астана хоккей клубын тамашалаймын. Ол кезде мендегі туған қызығушылық ол құрлықтық хоккей лигасы болғаннан кейін біз өзіміз мектеп кезінде мұз айдынында болмаса да топырақта, шаңда шайба қуып өскенбіз. Сол кезден бастап Барыс хоккей клубына деген қызығушылығым оянды. Оның үстіне 2019 жылдары ол Барыс хоккей клубының бір жанып тұрған кезі деп айтуға болатын шығар. Карантинге дейінгі кез ғой енді. Сол кезден бастап менің қызығушылығым оянды. Ал жалпы енді ойындарын кәдімгідей бақылаймын 2024 және 2025 жылғы маусым аралықтарында, яғни Барыс үшін ең қиын болған кезеңдер сол кезден бастап. Жалпы соңғы кездердің бәрі Барыс үшін қиын болып жатыр ғой. Енді жаңа айтып жатсың ғой, құмның үстінде ойнап өстім деп, сонда қай жақтансың? Құм дегенде кәдімгі топырақ қой. Қай жақта? Негіз Көкшетау жақта. Арлан командасы бар Көкшетауда. Білемін. Ондай болса, Арлан сен ше? Мен негізінен ең бірінші хоккейге қызығамын дегенде, негізі кеше Барыс Сібірге қарсы ойнады ғой. Сол кезде Барысқа хоккей жанкүйер болдым. Ал негізінен Дамир Рыспаев естерінде бар шығар енді. Ана қытайлықтардың ойыншыларын бір ұрғызып жерге жатқызған кездерін, сол кездерін бері енді есімде Барыс хоккей клубы. Ал негізінен бір 2-3 жылдай бұрын жастар хоккей лигасы болды, про хоккей лигасы болды. Сол кезде комментатор болғам. Сол кезде ғой сәл хоккейдің ережесімен танысып, солай хоккейге келдім. Қазір мінекей сол кеше Сібірдің ойынның арқасында хоккейге Барысқа жанкүйермін. Бұйырса енді Спорт Пульсқа жұмысқа кіріп алдым, сол үшін қарап бастадым деп айтсай. Бізде Арлан түрін жаттап алсаңыздар болады. Алдағы уақытта осы Барыс командасымен бірге ойыншылармен, қателеспесем, Рилстар, TikTokқа видеолар бұйырса жариялайтын болады. Қызықты видеолар күтіп отырмыз барлығымыз. Және соған байланысты Арлан мінекей Барыс командасының жаңа жанкүйері. Плюс бір жанкүйер деп сендер смело болады Инстаграмда. Негізі сен Қарағандыдансың ғой? Негізі Қарағанды, Сарыарқа деген енді бір танымал. Сарыарқа деген Қазақстан про хоккей лигасының чемпионы болған. Олар жалпы Ресейге барып ойнап қайтқан командалардың қатарында негізі өте жоғары. Қарағанды жанкүйерлер көп қой хоккейдің. Сен қалай хоккей көрмей жүргенін түсінбеймін. Енді солай болып қалды енді. Осы Спорт Пульстың арқасында енді хоккейді жақсы көремін. Ойыншылар танитын боламын. Барысқа плюс бір жанкүйер, сен айтпақшы. Кеттік онда, Медина. Сен Так, мен Барысқа 2017 жылдан бері жанкүйермін. Жалпы мені ағам алып келген хоккейге. Мен басында түсінбейтінмін. Не ойнайды, жаңағы ережелерін аса қатты түсінбейтін. Бірақ содан кейін ол кәдімгідей барлық ойынына апарып жүрді. Сосын мен сөйтіп үйреніп кеттім. Сосын 2020 жылы осы Астанада Қартанбай бұлбұл Бақытқызы деген Томиристе ойнаған кәсіби спортшы осы өзінің академиясын ашқан болатын. Әйелдер хоккей академиясы Астанада ең бірінші академия. Соны инстаграмнан көріп қалып, жалпы мен өзім де хоккейге барғым келді. Сол себептен мен 5 жылдан
айтам, кәсіби спортшымын. Жалпы хоккей туралы көп нәрсе білемін деп айтуға болады. Иә, арамызда қазір кәсіби нағыз иә маман отыр екен, онда біз қазір үндемей отырамыз, Медина сөйлейтін сияқты ғой. Қай позицияда ойнайсың? Мен шабуылшымын. Оң жақ шабуылшымын. Оң жақ шабуылшы. Күшті. Керемет. Тамирисқа шақыртып алған жоқсың ба? Пока алған жоқ, бірақ мен олармен тренировкада болдым. Енді таныстырып алдық өзімізді, алдағы уақытта осы құраммен осы Спорт Пульс хоккей YouTube арнасында шығып отырамыз, ойыншыларды шақыруға тырысамыз алдағы уақытта. Олай болса, өзің туралы бір таныстырып жіберсең. Мен енді ұзақ уақыт болды, мені жанкүйерлер жақсы танитын шығар деп мақтан дегенмен жоқ, ойнап айтам, мен көбісі танымайды. Біздер енді комментаторлар артында отырамыз ғой, біздің тек дауысымызды ғана естиді. Мен 2021-ден бастап про хоккей лигасын, жастар хоккей лигасын жүргізіп бастадым. Биылғы маусымнан бастап әйтеуір шүкір деп, тфай деп Барыстың ойындарын беріп жатыр. Жаймен деп Жігер ағамыз кетіп қалғалы. Жігер аға сәлем. Сол кісінің орнында қазір қазақша кейбір матчтарын жүргізіп жүрмін. Әзірге жақсы комментарий алып жатқан жоқпын. Сол кезден бастап Барыстың жанкүйерімін негізі. Көрем, қатты Барыстың жанкүйерімін деп те айта алмаймын, бірақ дегенмен енді қазақстандық нөмір 1 клуб болғаннан кейін әрине жанкүйер боласың, қолдау көрсетесің. Құрлықтық хоккей лигасында жалғыз клуб. Сол. Енді олай болса Барыс командасы жайлы айтайық, биылғы маусымда жалпы өзгеріс көп, өте көп, және жанкүйерлердің де ойы қазір екіге бөлініп жатыр. Бірі плей-оффқа шығамыз, бірде 4 жартылай финалға дейін барамыз деп жатса, бірі былтырғы маусымда дәл осылай басталғанын айтып жатыр ғой. Сендердің ойларыңша қалай? Директорлер ауысты, бапкерлер ауысты. Иә, негізі басшылар ауысты, бапкерлер ауысты. Енді басшылар туралы көп айта біле білмеймін енді, неге ауысқанын, қалай ауысқанын. Бірақ енді әр өзгеріс әрине бір жақсылыққа келеді ғой. Басшылар туралы білмеймін, айтатын болса, қосатын болса. Жалпы енді 2024-2025 жылға өткен сезонда бізде Нұрлан Оразбаев бас директордың міндетін атқарған болатын. Енді ол кісі Барыс Астана хоккей клубын басқарған кезде енді жанкүйерлердің тарапынан көптеген наразылықтар болғаны ол барлығымызға белгілі ғой негізі. Оның үстіне бұл сезон біз үшін бір жақсы сезон болды деп айта алмаймыз. Барыс үшін де, Барыстың жанкүйерлері үшін де бір тарихта болмаған бір өте ең нашар сезондардың бірі болып есептелінеді ғой. Енді бірақ аз уақыт берілді деп. Иә, аз уақыт берілді. Оның үстіне өзі бұрын хоккей ойнаған адам, аз уақыт, бір маусым ғана ғой енді берілген. Ал орнына келген Сәкен Мұсайбеков, мысалы Жүнісбекұлы, иә. Официально екен бәрі, иә, ресми. Бұрын хоккейдің саласында жұмыс істемеген, иә, қателеспесем. Жоқ, ол кісі спорт саласында өте көп Олимпиада лауазым атқарған, және де мемлекеттік сыйлықтардың егері деп көрдім енді. Жалпы енді сол кісіден келуіне сен жақсы көзқарастасың ғой. 50-50 негізі. Әлі күтіп отырсың. Әлі де күтіп отырмын. Иә, енді директорлер жайлы бізге көп қозғап қажет жоқ деп ойлаймын. Қазір жанкүйерлердің ең басты ойы ол бапкерлер мен ойыншылар сияқты. Жаңа ойыншылар келді. Олай болса бапкерлік ұжым Талғат Жайлауов Намат командасында бастады, бірақ дегенмен көмекшісі болып кетті Михаил Кравецтің. Михаил Кравец келді құрлықтық хоккей лигасында, тәжірибелі маман. Енді Ғалым Мәмбетәлиевті көбіне анау жаттығуларда не сүйрейді деп айтады? Балон сүйрейді деп айтады, сонымен танымал деп. Бұл кісіні тактикалық анау нелерді кеше ойындарды байқасаңдар, үзіліс кездерінде барынша кәдімгі сызып беріп көрсетіп жатыр. Яғни бір идеясы бар бапкер да. Осы бапкер келді. Одан кейін енді қақпашылардың бапкеріне көп деген сұрақ болып жатыр. Константин Барулин ғой деймін, қателеспесем. Жаңадан келген. Иә, жаңадан келген, мүлдем тәжірибесі жоқ. Осындай бапкерді қалай қақпашылардың бапкері алып қояды деген сияқты. Енді бұл жерде оған дейінгі 2024-2025 жылғы маусым аралығында бізде Олег Ромашко болған болатын. Ол кісінің тәжірибесі өте мол болды, және де өзі қақпашыларды жақсы ойынға тарта алды деп есептейміз. Енді Барыспен арасындағы келісімшартта келіспеушіліктер туындағаннан кейін енді ол кісіге кетуге тура келді ғой. Сол себепті білмеймін енді қақпашыларға қалай болатындығын. Бірақ ол кісінің тәжірибесі мол болатын. Ол барлығына ұнайтын негізі. Мысалы, жаңа Михаил Кравец айтқандай тактикалық жағынан емес, тіпті ойыншылармен сөйлесу жағынан да, кеше мысалы Сібірдің ойын біткеннен кейін раздевалкаға барып ойыншылармен екі тілде сөйлесті, мысал ретінде сонда айтуға болады.
жаңағындай легионерлермен ағылшынша сөйлеп, орысша сөйлейтін жігіттермен орысша сөйлеп, маусым соңына дейін үшінші тілді үйреніп алып үшінші тілді үйреніп алса бұйырса бір қазақ жоқ, айтыпты ғой неде сұхбат берген кезінде айтыпты, егер барыс осы чемпион болып жатса қазақ тілін үйренемін деп. Келесі жылы қалады ғой енді, тағы ол кісіде бір-ақ жыл ғой. Солай айтыпты деп тарап атқан енді. сенейік жақсылыққа. Бұйырса келесі жылы үш тілде сөйлеп тұрса күшті емес пе, иә? Әрине. Ал жалпы енді Талғат Жайлауов жайлы Наматта қала берген дұрыс па еді? Қазір Наматта Пушкарев қалды да, оның да уақытша деп әзір маусым басталайын деп жатыр, әлі нақты бір бапкер тағайындалған жоқ ол жақта. Қалай ойлайсыңдар? Жалпы бапкердің маусымны негізі Михаил Кравец өте кеш алды бапкерлік тізгінді, менің ойымша. Уақытынан кеш болды. Оған кешегі бір-ақ турнир ғой Барысқа бергені. Бір турнир 3 ойында ойнап келді, одан кейін 2 ойын Сібірге қарсы жолдас кездесу өткізді. Одан кейін енді Тракторға қарсы 7 күні ресми кәдімгі маусымдағы ойын ойнайды. Өзің енді ресми емес, кәсіби хоккейші ретінде, спортшы ретінде бапкердің бұлай кеш келуі, жаттығуға кеш араласу қаншалықты әсер етеді? Қалай ойлайсың, дұрыс па, дұрыс емес па? Негізі ол бапкердің өзіне байланысты деп ойлаймын. Себебі қандай бапкер болмасын, кеш келсін, кеш келмесін, негізі ол өзінен байланысты болады. Яғни уақыт аз деп, жақсы дайындамадым деп ертең жеңілгенде айтса, енді өзі кінәлі ма? Өзі кінәлі болып қалады. Жалпы сенің ұстанымың сонда ойыншылар мүлдем кінәлі емес, басшылығы кінәлі емес, тек қана бапкер кінәлі. Жоқ, енді ойыншылардың да қатысы бар үлкен. Енді Михаил Кравецтің осыған дейінгі құрлықтық хоккей лигасында қытайлық Кунь Лунь Ред Стардың бапкері болғаны белгілі. Ол содан бірден осы Барс Астана хоккей клубына ауысып келген болатын. Және де ол өзімен бірге бізде Йен Маккошин ауысып келді. Және де ол да бір тәжірибелі ойыншы деп айта аламыз. Кешегі ойында да нәтижелерін көріп жатырмыз. Аяқ алысы жаман емес. Негізі ал Кунь Лунь нешінші орынмен аяқтап еді неде? Жаңағы құрлықтық хоккей лигасында. Бізде ол шығыста 62 ұпаймен, яғни 64 матчта 62 ұпаймен, қателеспесем 11-ші орынға тұрақтаған. Плей-оффқа шыққан жоқ, плей-оффқа шықпай қалды, иә. Енді бір сол жағынан бүйтіп қарастырсақ дегенім ғой енді. Жоқ, ол жерде енді бапкердің өзінің тек қана бапкердің емес, ол жерде команданың да құрамына да байланысты ғой. Биылғы маусымда мысалы Кунь Луньмен салыстырғанда менің ойымша Барыс командасында арсеналында көп Михаил Кравецтің ойыншылар бар, шабуыл шебінде де, қорғаныста да, мысалы қайсын шығарғысы келеді, өзі біледі, жеткілікті ойын. Ал Кунь Луньда ондай мүмкіндік болмаған шығар. Соған байланысты да ғой. Жалпы плей-оффқа шықпағаны бапкер кінәлай беруге болмайды. Енді мен сұрағым жаңағы ғой, Талғат Жайлауовты мүмкін Наматта қалдыра бергенде, Про хоккей лигасында былтыр білесіздер, Намат командасы осымен қатарынан 2 жыл болды чемпиондықты ала алмай жүр. Қаншалықты дұрыс шешім бапкердің көмекшісі ретінде алып келуі? Кім Про хоккей лигасында? Барыс хоккей клубының жағдайына қарайтын болсақ, енді ол кісінің Михаил Кравецтің көмекшісі болғаны да бір жағынан дұрыс шығар. Енді бетке ұстар бір аңыз ойыншы. Қой енді. Аңыз ойыншы ретінде болғаны бір жағынан дұрыс деп есептеймін өз басым. Көреміз енді алдағы ойындарда нәтиже қалай болады деген сияқты. Менің ойымша қалдырған дұрыс. Қалдырған дұрыс шығар. Себебі Талғат Жайлауов ол өз кезінде Барыста ойнаған ойыншы. Бұрын әлем чемпионаттарында Қазақстанның флагын көтеріп, сол жақсы ойыншылар, және Михаил Кравецпен бірге тіл табысып кетеді деп ойлаймын негізі. Олардан бір жақсы комбинация шығуы мүмкін. Бір-бірін жақсы түсінісіп, иә. Енді былтырғы маусымда Барыс командасының құлдырауы көбісі айтып жатыр, мынау бір жүйені сындырып тастады. Барыста енді жүйе ғой негізі Барыс, одан кейін Снежный Барс, Намат, сосын бар кәдімгі негізгі команда Барыс командасы. Барыс мектебі бар, Барыс жас бар. Осылардың бәрінен өтіп шығу керек та. Енді былтырғы маусымдағы сәтсіз болуы, енді біріншіден легионерлердің кетіп қалуы, екіншіден бапкерлер ауысты, үшіншіден жаңа айтады, мысалы кейбір ойыншыларды Снежный Барсыдан бірден Барыс командасына көтеріп жіберген да, андай бір баспалдақпен көтерілген жоқ ойыншылар дейді, араласып кетті. Яғни бұрыннан қалыптасып келе жатқан жүйені сындырып тастады дегенде сындар пікірлер айтылып жатыр. Дұрыс па, дұрыс емес пе деген сияқты. Жоқ, негізі енді барлық спорт түрінен қараған кезде негізінен сен айтқандай баспалдақтан өту екен дұрыс, тиіс негізінен. Бірден мысалы жас футболшыны немесе жас хоккейшіні әкеп бір үлкен құрлықтық хоккей лигасына
отырғызып ойнатқызу қиын ғой негізінен. Бұл психологиялық жағынан болсын, физикалық жағынан болсын, өйткені әрбір лигада әртүрлі жаңағыдай нагрузка дейміз. Сол себептен енді жүйені сақтаған дұрыстау деп ойлаймын өзім. Сол сәттерде. Енді былай айтып жатады ғой, біреуге құрлықтық хоккей лигасына жолдама, яғни сонда ойнау арман, біреуге ұлттық хоккей лигасында ойнау арман деп. Енді негізі жүйені сақтаған дұрыс. Өз басым солай ойлаймын. Енді жаңа неге келетін болсақ, қақпашылардың бапкеріне келетін болсақ, Константин Варолин, ол кісіні мысалы жаңадан келген, мүлдем бапкерлік бұрын тізгінді ұстамаған, жас және шетелден қақпашы келген, білесіздер, Оливер Родриг, Бояркин бар, мысалы Шутов бар, осындай тәжірибелі енді ойыншылар жаңадан келген қақпашы бапкеріне мысалы негізі авторитетіне де қарайды, абыройына қарайды ғой, бапкерлердің де тыңдауы, сыйлауы. Осы орайда қалай ойлайсың, қаншалықты дұрыс шешім? Енді Олег Ромашкамен салыстырған қарағанда, енді ол кісінің тәжірибесі өте мол ғой. 2024-2025 жылғы хоккей болған кезде ол кісі өзін өте жақсы көрсете білді, және де көрерменнің де ыстық ықыласына бөленген адам деп есептеймін. Енді жас бапкер жайлы мен ештеңе айта алмаймын. Ол кісіні алдағы уақытта көре жатармыз. Әзірге жаман емес. Неде болдыңдар ма? Таныстыруында болдыңдар ма командалардың? Мен кішкентайларынан бастап. Тікелей эфирден Болды. Біз арылған екеуміз болды. Бару керек негізі. Мен баруға еріндім. Шынайы жанкүйер болып қолдау керек әрдайым. Жастарынан бастап негізгі командасына дейін қыздар командасын барлығын таныстырған болатын. 2008, сосын 2020 жылға дейін туған жасөспірімдер командалары. 2008-де кішкентайлар болды ғой? Жоқ, 2008-ден бастап 2020 жылы туған жасөспірімдер. Иә. Сондай жастар, кәдімгідей балалар көп екен, дайындап жатыр. Өте керемет өтті деп ойлаймын. Анау шетелдік ойыншыларды таныстыруы барлығы жоғары деңгейде болды. Енді бірден қақпашылардан бастап кетейік. Оливер Родриг қақпашы алдырды шетелден. Былтырғы маусымда да білесіздер, шетелден қақпашы болды. Мүлдем қақпада көрмей кеттік оны. Бұл шешімге көзқарастарың қандай? Жанкүйер ретінде, сарапшы ретінде. Мен осы 2024-2025 жылы маусым аралығында ойындарынан жиі қалмауға тырыстым. Бақыладым, қарадым. Шыны керек, алдырған Юхан Матссон барлығымызға белгілі шығар. Ол кісі, ол менің көңілімнен тоқтай шыққан жоқ. Мен маусым бойы оны жамандаумен болдым, себебі ойында да өте сирек төбе көрсетті, және де қақпада тұруы да өте әлсіз болды. Көптеген голдар өткізді. Негізі Никита Бояркин өзім үшін бірінші орында. Ол кісі мен ең бірінші қуанған адам болған шығармын. Сол Юхан Матссон кеткеннен кейін. Қазір ауысты ғой ол. Сол. Негізінен жоқ, енді Родриг туралы енді әзірге ерте бір нәрсе айту, енді келген ойыншы. Бірақ оған дейін мысалы ол АХЛ-да ойнаған. АХЛ-да негізі жаман емес несі. Ұлттық хоккей лигасында да дебют жасаған. Иә, жасады. Негізінен деймін да, қазір соңғы ойыны сол АХЛ-да ойнаған болатын. Сол кезденше бір 89% сейв жасап, бірақ әрбір ойында 89% жинаған болатын. Ал Бояркин туралы, енді Бояркин ойында бұрдан келатқан өзіміздікі. Жоқ, енді қазір бізде мысалы Шутовтың қалай тұрып жүргенін көріп отырсыздар. Артем Шестаков былтыр маусымның соңын аяқтады. Шутов пен Бояркин жарақатына байланысты. Бояркин жарақатынан оралады ертең. Осы орайда тағы бір қақпашы алу. Енді қаншама суммаға, баға ақшаға. Дұрыс шешім шығар бір жағынан. Себебі Шутов өзі жалғыз. Шутовта өткен жылы ол кісі де травма алған болатын. Жалпы Шестаков туралы айтатын болсақ, оған кішкене тәжірибе жетіспейді, кішкене. Енді ол өте жас ойыншы, жасы небәрі 20-да. Әлі шектеу ғой, алдыңғы жылы ғана осы құрлықтық хоккей лигасында өзінің дебютын жасаған болатын. Сол себепті оған әлі де болса да өзінің шеберлігін шыңдау керек деп есептеймін. Сондықтан шетелден легионер алғанымыз дұрыс деп. Бәрін қосылып отырсыңдар, осы Родриг қана жетеді негізінен. Одан керек емес, Шестаков пен Шутов. Бояркин келсе. Жалпы енді былтырғы маусым қазір жанкүйерлердің сондай пікір қалыптастыруына себеп болған сияқты, өйткені маусым соңында екі негізгі қақпашыдан айырылып қалдық та, үшеуінен тіпті айтайықшы. Үшеуінен айырылып қалдық та, академиядан кімді Шестаковты шығаруға мәжбүр болдық қой. Сондықтан Барыс сияқты егер плей-оффқа шығуға тырысатын команда болса, онда запаста болу керек. Міндетті түрде бір қақпашы қажет, және
жаман емес статистикасы. Әрбір ойында 3-2 ма шайба жіберіп отқан. 3-2. 89% шайба тосу. Өте жақсы деңгей деп айтуға болады Ахилл үшін. Олай болса жаңа ойыншыларға келейік. Кімнен бастаймыз? Шабуылшылар, қорғаушылар. Шабуылшылардан бастайық. Медина, сен шабуылшысың ғой. Кешегі турнирға, Иван Рамзан атындағы турнирға тек қана бір ғана легионер барды. Викионе. Ойын көрдіңдер. Сібір командасына қарсы да ойын көрдік Викионенің. Және байқасаңыздар, сол ойындарда Викионе, Галимов, Біреу сынды ойыншыларда негізгі бестікке қоймады. Бірінші сол турнирда көбіне қазақстандық бұрыннан келатқан ойыншылар ойнатты. Одан кейін Сібірге қарсы жолдастық кездесуде легионерлер алғашқы бестікте болды, екінші бестікте болды. Осы орайда енді Викионенің ойыны жайлы кімге ұнады, кімге ұнамады? Жалпы мен қарадым тікелей эфирді. Жаман емес ойыншы. Мен ойымша ол әлі өзін көрсететін ойыншы. Жалпы осы ұлттық лигада, НХЛ-да Чикаго Блэк Хокс деген командада ойнаған ойыншы. Статистикасы да жақсы оның, АХЛ-да да ойнады. Бұлай жалпы Барысқа келген сәттен бастап бір кішкене басқаша ойнап кетті ма, мүмкін солай мүмкін соның арқасында да Барыс жеңіп жүрген шығар. Басқаша деген қалай? Сонда бұрынғы ойындарын, мен Викионенің бұрынғы ойындарын қараған жоқпын, тек статистикасын, ақпараттарын қарап шықтым. Егер қарағандарыңыз болса, ойындар өзгерген болса, қай жағынан өзгерді? Командаға байланысты өзінің ойын тактикасын. Енді бапкерге де байланысты ғой, өзгертеді, бапкер өзгертеді. Соны айтайын деген ғой. Бапкерге байланысты өзгерді деп па? Иә. Одан кейін енді Викионеден бөлек, шабуылшылардан бөлек, сол турнирға мысалы легионерлердің көбісін көре алмадық та. Кешегі Сібірге қарсы 2 ойында ғана көрдік. Екеуінде де жеңіске жетті. Күшті, атмосфера тамаша болды. Енді Иван Рамазан атындағы турнирда соңғы орын алып қалдық, 4-ші орын. Сол ойын жайлы айтайық. Негізі байқасаңдар, кәдімгі команданың жаңадан жасақталған көрініп тұрды, бапкердің жаңа екені. Өйткені бірінші ойында қалай болды, екінші ойында, үшінші ойында кәдімгі уақыт өткен сайын команда жаймен бір өзгере бастады, жүйе қалыптаса бастады, қателіктері азая бастады, бір-бірін түсіне бастады. Енді осы турнирге барған ойыншылардан Снежный Барыста мүлдем ойнамаған ғой деймін, Дмитрий Бреус. Бірақ Барыстың академиясынан шыққан қазақстандық ойыншы. Сосын екіншісі Эмиль Галимов. Екеуінде құрлықтық хоккей лигасында тәжірибесі бар. Ойындар қалай ұнады ма, кімге ұнамады, қай жерінде қателіктер болды? Ойыншылар ретінде. Сендер ешқайсың андай жамандамайды екенсіңдер, бәрің мақтай береді екенсіңдер. Жамандасам кетемін ғой мен. Жоқ, жамандай, ойыншылар жамандай беруге болады. Рұқсат Мен бар. басшылықты жамандаймын да просто. Кеттік, ал Дмитрий Бреус. Оразбаев. Бреус туралы біле ғой, енді бірақ Галимов туралы айта аламын енді. Галимов енді тәжірибесі мол ойыншылардың бірі ғой. Қанша 600 ойын өткізді құрлық хоккей лигасында. Соңғы рет Авангардта ойнады, қателеспесем. Кеше мысалы Сібір ойынына жақсы кәдімгідей өзін көрсете алды. Жалпы осы не деймін басқа? Жалпы Авангард командасында 8 ұпай алды. Білетін бойымша кешегі ойында былай арасында андай подбор дейміз ғой, подборда жақсы өзін көрсете алды. Бірден қорғаныс шебінен тез аусалады екен, неге қарай? Жылдамдығы жақсы, стартта кәдімгі шайбаны алған кезде суырып шығады екен да. Сосын өзі шайбаны алып жүрген кездерде өте кәдімгі жақсы деңгейде деп айтуға болады. Көрініп тұр неде КХЛ-да несі бар, тәжірибесі бар ойыншылардың бірі екені. Галимов негізінен потенциалы мықты, Барысқа жақсы не береді, прогресс бере алатын ойыншылардың бірі деп ойлаймын өзі басым. Әзірге минустарын көреді. Әзірге ешкім жамандамайды, Викионе де жақсы, Галимов. Дмитрий Бреус мысалы қорғаныста. Бреусті енді қатты ойынын бақылаған жоқпын. Ол кісі жайлы әзірге ештеңе айта алмаймын, бірақ аяқ алысы жаман емес. Жақсы, өте жақсы. Байқасаңдар, Михаил Кравец сол ойыншыны артық құрамда көбіне Дмитрий Бреусті шығарып жүр, байқап қарасаңдар. Және оның шайбаны жүргізуі, екі қапталға айдынды көре білу өте бір жақсы деп айтуға болады Дмитрий Бреустің. Осы орайда Барысқа бір жас қорғаушының келуі, сосын неде ойыннан кейінгі сұхбатта айтып жатыр ғой, Маккошин екеуі бірге болды ғой қорғаныста. Сол кезде Бреусқа Маккошин айтады, білгенді үйретіп жатырмын. Өте жас, жанып тұр, жылдам, бірден іліп алатын ойыншы екені көрініп тұр деп. Осындай бір енді Бреус пен Маккошинның жұбы жайлы, қорғаныстағы жұбы жайлы
жақсы жаман емес. Жалпы- Жастар сол енді біреу сол біздің Қазақстанның қорғаушысы болғаннан кейін ол деген әрине оның бөлісетін нәрсесі көп. өзінің кәсіби мансабының көбін солтүстік Америкада өткізген, одан кейін Михаил Кравец Опытный. басқарған бапкер болған, Кунь Лунь Ред Стар, яғни қытайлық хоккей клубында ойыншы болды, яғни қорғаушы рөлін атқарған болатын. Енді осыдан ауысып Барысқа келді. Негізі жақсы. жоқ сол Кравец өзімен бірге Кравецпен бірге әкелген- келген өзі- болу керек. иә бір қателеспесем. өзі бір легионерді айтқан, сол Янмак Кравецпен бірге Кошин. келді деп қателеспесем, осы Янмак кісі Кошин екен. Одан кейін енді кешегі Сібірге қарсы ойынға тоқталайық. Енді Рамазан атындағы турнирда көп легионерлер барған жоқ, көбіне қазақстандық ойыншылар ойнады. Кешегі ойында 2 гол салған Масси дейді оған. Екінші нөмірде қорғаушы. Екеуін де өте тамаша. Біреуін енді овертаймда, біреуін алыстан көкжолақ бойынан соққы жасап салды. Райли Уолш екеуінің алғашқы бесікте көретін сияқты бас бапкер. Орысша жайлында екеуінің жоба жайлы, алғашқы бесіктегі ойыны жайлы қалай айтасыздар? Кім не айтады? Ұнады ма, ұнамады ма? Қай жері ұнамады? жаңағыдай сен айтқандай жұптық ойында енді сәл бір-бірлеріне түсініспейтін сияқты әзірге бір-бірлерін. Сен айтқандай мысал ретінде жаңағыдай шабуылға барған кезде артқа қарай тастап қалды мысалы шайбаны. Сондай кезде бір Уолш шайбаны көре алмай қалып, оны тастап кетіп, мысалы контратака шығып кетеді жаңағыдай Сібір командасы. Кейбір сәттер болды енді. Сондай жағынан әзірге бір-бірлерін түсінбейтін секілді осы екі ойыншы. Үйрену керек әлі. Иә, енді екі командадан келген, иә. Бір бестікте ойнап үйрену. Енді маусым енді басталып жатқаннан кейін ондай жайттар. Бірақ енді иә, кәсіпқой деңгейде болғаннан кейін енді ондай қателіктер жасамауға тырысу керек, өйткені Сібірде мысалға гол сала салып ұтып кететін еді мысал ретінде, одан кейін жаңағыдай келген жанкүйерлер де көңілдері толмай қалатын еді мысал ретінде. Сондықтан иә, ондай қателіктер жүрмеу керек. Енді уақыт керек деп ойлаймыз енді өз басым. Енді осы легионерлер келгеннен кейін біздің қазақстандық шабуылшылардың көбісі 3-4 бестікке түсіп қалды. Енді қазір бірінші бестіктің шабуылында Майс Морели. Сен сұхбат алдың ғой? Иә, Сен сұхбат алдың, сол ойыншы, сосын кім болды тағы? Викионе және Галимов болды. Осы үшеу болды. Викионе мен кімнің Морелидің қасына Галимовты қосып қойған. Және Викионе мен Морелидің екеуінің комбинациясы, жүйелі шабуылдар өте тамаша. Көрдіңіздер, 2 гол әкеліп берді ғой. Иә. Райли Уолш. Негізі Уолш жасаған соққы бірақ кімге тиіп кеткен не? Морелиға тиіп кеткен сонындағы. Одан кейін негізі Морели енді әзірге ең бірінші болып мен қалған, негізінен одан сұхбат деп қойын. Мейнстрим болмай тұрған кезде. Негізінен Морели байқасаңыздар андай қақпаның қасынан нені позицияны жақсы таңдай алады екен. Прям позицияны таңдап, керек кезде ашылып, керек кезде жаңа обзорды жауып. Бірақ кіммен Уолшпен осы екеуі тамаша кәдімгідей жұптық комбинация ретінде бір-бірлерін жақсы түсінеді екен. Негізі Морели біздің Барысқа үлкен бір жеңістер әкелетін секілді. Серпіліс әкелетін ойыншы деп Иә, есептеймін. бір андай шынымен динамикасы сұмдық екен. Енді әзірге критикаға ала алмаймын бұл ойыншыны. Енді осы орайда сен кәсіби ойыншысың ғой енді. Шетелден келіп жатқан ойыншылар қазір мысалы бізде қазақстандық ойыншылар бар, айта кетейік. Бүгін ғана 4-1 ойыншымен екі жақты келісімшартқа отырған Ляпунов, Оразов, Волков және Руслан Оспанов төртеуімен. Осы орайда осындай жас ойыншылар, енді дамып жатқан, былтыр ғана өздерін көрсетіп бастаған ойыншыларға шетелден келген легионерлер алғашқы 2 бесікті алып алғаннан кейін ойын уақыты аз болып өздерін көрсетуге мүмкіндік болмай қалмай ма? Жоқ, вообще ондай емес. Негізі осы бапкердің легионерлерді бірінші, екінші бесікке қойған бір жағынан жақсы. Себебі өзіміздің қазақстандық жігіттер сол легионерлерге ілесіп, ойында ғана емес, тренировкада да болсын, мысалы, қандай да бір жаттығу, тактикалық жаттығу жасап жатқанда да оларға ілесіп, кішкене мүмкін өздерінің деңгейлерін дамытар деп үміттенемін. Себебі енді бапкер ойыншыларды жаман болса, ол бірінші, екінші бестікке қоймайтын еді. Деңгейі жоғары болса, иә. Деңгейі жоғары болмаса, оны бірінші, екінші бестікке қоймайтын еді. Сол себептен ешқандай жаңағы біздің жігіттердің ешқандай реніші болмау керек деп ойлаймын өзім. Олар өздеріне жаңағы мотивация ретінде көру керек бұны. Иә, мен де осы орайда хоккейде біздің жанкүйерлері, Қазақстан жанкүйерлері айта кетейінші. Кейбір ұзақ уақыттан бері көріп жүр, кейбір жақыннан бастап қараған, кейде жеңіс кезінде қарайтындар бар. Осы орайда айта кетейік, шетелден легионерлердің келуі
бұл біздің құраманы бәсеңдетіп тастайды дейді, өйткені ойын уақыты аз болып қалады. Олай емес, жоқ, керісінше шетелден келген ойыншылар олар тәжірибесімен алмасады. Және байқасаңыздар, Михаил Кравец жаңа ғана айтып отырмыз ғой, біреуіспен мысалы Қорғанысқа Массима кім жаңа айтқан, жоқ Масси емес, Макошин екеуін қойған. Осындай бір тәжірибе алмасу бар да, қазақстандық ойыншының қасына араластырып жатыр бестікте де. Тек қана бірінші бестікте барлығы легионер, басқа ойыншылар, қалғандарында ауысып алма кезек ойнап жатыр. Сондықтан жанкүйерлер ешқандай наразы болмаңыздар легионерлерге, керісінше мемлекеттің қаржысы емес, және бұл жерде айта кетейік, сол туралы серіктестер ақша бөлген, спонсорлар, солардың ақшасына алдырған ойыншылар. Олай болса, олар қазақстандық ойыншылармен тәжірибесін бөлісіп жатса, бұл нұр үстіне нұр емес пе деп күшті лайықтаймын ба? Плей-оффқа шықсақ тіптен керемет. Плей-оффқа шығып жатсақ тіптен керемет болады. Енді тағы да айта кетейік, бағана әңгіменің басында да айттым ғой, осы биылғы маусымда дәл былтырғы маусымдағыдай басталып жатыр, барлығы тамаша, шетелден легионерлер бар. Енді алғашқы ойындар Тракторге қарсы, Металлургқа қарсы, Құрлық хоккей лигасында плей-офф финалға дейін жетіп жүрген командалар бұлар. Енді осы командалардан жеңіліс тапқаннан кейін басшылығымыз былтырғыдай дейді да, легионерлерден пайда жоқты қуып жібермей ма, қалай ойлайсыңдар? Былтырғы маусым қайталанбай ма? Олай болады деп ойламаймын, себебі осы жылғы шетелдің ойыншылары мүлдем басқа деңгейде мен үшін. Олардан тек нәтиже көруге болатын сияқты. Болып қалатын секілді негізінен бізде сондай ғой, нәтиже жоқ болса бірден ауыстырғымыз келеді, бірден бір нәрсе өзгерткіміз келеді. Сондықтан басындағы ойындарды жеңіспен бастау керек, ешқандай өзгеріс жасамайтындай. Сонда жанкүйерлер де наразы болмайды, біз де наразы болмаймыз, басшылар да наразы болмайды мысал ретінде ойыншыларға. Сондықтан бірден жеңіс көрсеткен абзалырақ. Мен де Арланның сөзіне қосыламын. Бірден нәтиже көрсету керек, бірден. Енді және жанкүйерлер де келу керек. Кеше осы Сібірге қарсы екі ойынның екеуінде де жеңдік. Жанкүйерлер өте аз болды деуге болады негізі. Ол трибунадағы адамдардың сандарының аз болуы да ол біздің өзіміздің ойыншыларымызға тікелей әсер етеді ғой. Қолдау көп болса, олар да жігерленеді деген сияқты. Сосын мынау хоккейде Барыс командасында ультрас өте жас балалардан құралған, жасақталған бір Барыс командасының басшылығы да, команда ұжымы да негізі сондай бір ультраспен санасып, солардың ойымен де бөлісіп отыр ғой. Бізде кішкентай жасөспірімдер, тіпті жастар деуге де келмейді, жасөспірімдер болғаннан кейін қатты бір маңызды мән бермейтін сияқты. Осы орайда енді жанкүйерлерге тағы да айта кететініміз, егер бұрыннан көріп жүрген Барыстың сонау карантинге дейінгі керемет кезінде жанкүйер болып бастаған жанкүйерлер болса, қазір көңілі қалып жүрген болса, қайта оралыңыздар. Мінекей енді сарапшылар айтып отыр ғой, биылғы маусымда плей-офф күтеміз. Сондықтан құрметті жанкүйерлер, Барыс командасы жеңіске жеткен кезде, Барыс командасы плей-оффқа, финалға шыққан кезде билетке таласып, абонемент іздеп, таныстарыңызды іздеп кетпей, осы маусымның басынан бастап қолдайық. Баршаңызды Барыс аренаға шақырамыз, үйдегі ойындарына келіңіздер, сырттағы ойындарға болмаса да қолдау көрсетейік. Барлығымыз енді маусымның басынан бастап қолдасақ, командада нәтиже болады. Біз сұраған сайын, сұраныс артқан сайын нәтижеде жақсара береді. Сондықтан қолдаңыздар. Жетісі күні Трактор командасына қарсы Барыс аренада ойын өтеді. Келіңіздер, көріңіздер. Жексенбі күні солай өткізіп алдыңыздар. Енді ойынды ғана тамашалаңыздар. Шоу болады кәдімгідей Барыс аренада. Енді маусымның басталуы болғаннан кейін ерекше өтеді. Сол себепті қалмаңыздар. Кеткен ойыншылар жайлы айтайықшы. Кеткен ойыншылардың ішінен кімді алып қалуға болар еді? Никита Седиковты алып қалуға болар еді деп есептеймін, себебі ол өзін жақсы қырынан көрсеткен ойыншылардың бірі ғой. Енді мысалға Сібірмен өткен матчта ол қақпаға 3 шайба салып хет-трик жасаған болатын. Ол ойыншы негізі тәжірибелі ойыншы деп есептеймін. Бір жағынан менің көмерім кетіп қалғаны сәл енді жүрегіме қынжылтып тұр ма, жүрегіңе басып тұр ма? Сендерде ондай ойыншылар жоқ па әзірге? Менде жоқ. Енді басшылықпен келісесің, құптайсың, барлығы дұрыс жіберген. Енді шыны керек әзірге жоқ, менің ойымша, тәжірибем бойынша. Енді тағы да бір өзіміздің ойымызды айтып көрейік. Биылғы маусымда қақпада кім тұру керек? Егер Бояркин қатарға оралса. Шутов. Андрей Шутов тұру керек деп есептеймін. Анда-санда Шестаковты негізі қою керек. Бояркин ешкім қолдамайсыңдар ма? Кезінде жақсы тұрды ғой негізі. Жоқ, Бояркин енді номер 1. Енді жаңағы травмасынан кейін сәл уақыт керек қой енді. Бір ойында шығарады, келесі ойында жаңағы Шестаковшыны ауыстырып. Жаңа қақпашыны әлі көрген жоқпыз, деңгейінің қалай екенін. Мүмкін ол мүлдем басқа деңгейде шығар. Және өзіміз айтып отқанда жаңа бірінші ойындардан бастап жеңу керек деп, сол жеңу үшін негізі Шутовты қою керек деген ойдамын өзім.
Жо, мен жалпы маусымға сұрадым, кім негізі қақпашы болу керек. Шестаков пен Шутовтың арасында емес, жалпы маусымға Никита Бояркин. 4 қақпашы бар ғой енді биылғы маусымда. Шутов шығар, думаю, Шутов. Бояркин мен Шутов негізгі. Енді көреміз, иә, ол бапкерлердің, әсіресе жаңа біз айтып отқан Барулин мырзаның құзырындағы нәрсе. Константин Барулин. Онда біздің шығарылымда соңғы жағына келіп қалдық, уақыт аз, уақыт шектеулі. Биылғы маусым жайлы тағы бір пікірлеріңді білдіріп жүрсіңдер. Кім не күтеді маусымнан? Маусымнан жеңіс күтем, плей-офф күтем, және де ойыншылардан сол шеберлік күтем. Яғни ақтайды деген сенімдемін, үмітімізді. Әрине жанкүйер болғаннан кейін плей-офф, кем дегенде плей-офф, ойыншылардың тамаша ашылуы, біздің қазақстандық ойыншылардың жаңа деңгейіне шығуына тоже тілектеспін. Сондай бір өзге тілегім бар әйтеуір іштей. Осы жалпы осы маусымнан көптеген эмоция күтеміз. Барыс аренадан шықпайтын күндер болсын. Сол жаңағы басты мақсат плей-офф. Жанкүйерлер көп болсын, жанкүйерлер. Бұйырса енді баршамыз осы тәжірибелі бапкерлік ұжым және керемет команда жасақталған, былтырғы көшбасшы ойыншылар қалған және тәжірибелі шетелден ойыншылар алған легионерлер, осылардың бір керемет комбинациясының арқасында биыл енді Барыс командасынан плей-офф күтеміз. Және құрметті жанкүйерлер, шайбалы хоккейдің көрермендері, біздің шығарылымның соңына да келіп жеттік. Спорт Пульс хоккей арнасына жазылып қойыңыздар. Келесі жолы Барыс командасының ойыншылар келеді. Әрбір ойынға жеке-жеке тоқталып сараптама жасайтын боламыз. Сондықтан біздің YouTube каналға тіркелгеннен бөлек қоңырау шанды басып қойыңыздар. Әрбір шығарылымды дер уақытында ең бірінші болып көріп отыру үшін. Бізбен бірге болған Айдай, Арлан, Медина, сендердің де келгендеріңе рахмет. Бағдаулет. Біздің жаңа лицоларымыз, енді хоккей жайлы әрдайым талқылайтын осы кісілер. Рахмет сіздерге де келгендеріңізге, ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Барыс, алға. Алға барыс, вперед барыс. Қазақстан ғой.